Ұзақ өмір сүру үшін қымбат дәрі-дәрмек пен арнайы процедура керек деп ойлайсыз ба? Жоқ. Бүгін мен сіздерге дәрісіз-ақ өміріңізді ұзартуға болатын 10 дәлелденген жолды айтамын. Бұлар ғалымдар зерттеген, ал ұзақ өмір сүрген адамдар күнделікті қолданатын қарапайым, бірақ тиімді әдеттер. Сіз осының қайсысын өміріңізге енгізіп жүрсіз, соңына дейін көріңіз. Себебі ең қызықты тәсілдер соңында болады. Бірінші бөлім. Қозғалыс табиғи жаттығу. Күн сайын спортзалға барудың қажеті жоқ. Жай ғана көбірек жүру, баспалдақпен көтерілу, бақшада жұмыс істеу. Міне, ұзақ өмірдің кілті. Жапониядағы Окинава аралының тұрғындары күніне 8-10 мың қадам жасайды. Олар ауыр спортпен айналыспайды, бірақ ұзақ өмір сүреді. Екінші бөлім. Дұрыс тамақтану. Ұзақ өмірдің отыны. Көбірек көкөніс, жеміс, дәнді дақылдар мен жаңғақтар. Ғалымдар көрсеткендей, аптасына бірнеше рет балық жеу жүрек ауруларының қаупін азайтады. Ал қант пен фастфуд керісінше өмірді қысқартады. Мысалы, Греция тұрғындары жерорта теңіздік диета арқасында ұзақ жасайды. Үшінші бөлім. Су ең арзан дәрі. Адамның 70% судан тұрады. Күнделікті жеткілікті мөлшерде су ішу бауырды, бүйректі, теріні және жүректі сау ұстаудың басты кепілі. Көп су ішетін адамдардың терісі жас көрінеді, ал ағзасы жасуша деңгейінде баяу қартаяды. Төртінші бөлім. Ұйқы ұзақ өмірдің табиғи құпиясы. 7-8 сағаттық сапалы ұйқы кез келген витаминнен артық. Түнгі ұйқы кезінде ми тазаланады, иммунитет күшейеді. Мысалы, түнгі 23:00-ден таңғы 6:00-ге дейін ұйықтау ең пайдалы режим. Бесінші бөлімде стрессті азайту. Созылмалы стресс адамды баяу өлтіретін у. Ол жүрекке, қан қысымына, жүйкеге зиян. Йога, медитация, табиғатта серуендеу стресс деңгейін төмендетеді. Жапондардың икигай философиясы өмірде мақсатың болса, стресс те жеңіл сезіледі. Алтыншы бөлімде әлеуметтік байланыс. Достармен, отбасымен уақыт өткізу ұзақ өмірдің тағы бір сыры. Жалғыздық темекіден де зиянды екені дәлелденген. Италиядағы Сардиния аралында үлкен отбасымен бірге тұратын адамдар 100 жастан асып кетеді. Жетінші бөлім. Күлу және позитив. Күлкі тегін терапия. Ол иммунитетті көтереді, жүрекке пайдалы гормондарды реттейді. Көп күлетін позитивті адамдардың өмір жасы ұзақ болатыны ғылыми тұрғыда дәлелденген. 8-ші бөлім. Жаман әдеттерден бас тарту. Темекі, ішімдік, артық қант бәр ағзаны тез қартайтады. Ұзақ өмір сүретін адамдардың арасындағы темекі шегетіндер өте аз. Бұл жерде таңдау сіздің қолыңызда. 9-ші бөлім. Ми мен денені қатар дамыту. Кітап оқу, жаңа нәрсе үйрену, кроссворд шешу, ми жасушаларын белсенді ұстайды. Ал денені шынықтыру жүрек пен бұлшықетті мықты етеді. Ми мен дене қатар дамыса, қарттық баяулайды. Ал бізде ең соңғысы 10-ші бөлім. Мақсат пен мән. Ең бастысы өмірдің мәні мен мақсаты болу. 100 жасаған адамдардың барлығы менің әлі істейтін ісім бар деп айтады. Жапондардың икигайы қазақстандық ақсақалдардың ұрпаққа өнеге қалдыруы ұзақ өмірдің басты құпиясы осы. Қорытындылай келсек, көрдіңіз бе? Ұзақ өмір сүру үшін қымбат дәрілерді қажеті жоқ. Қарапайым 10 әдет сіздің жасыңызды ұзартуға жеткілікті. Енді сұрақ, осы тәсілдердің қайсысын өміріңізге бірінші болып енгізесіз? Төменге пікір қалдырыңыз. Ал егер пайдалы болса, бұл видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.